қарапайым жүрек соғысы инсультқа дейін алып келуі мүмкін. Егер сізде жүрек қағысы, жүрек қаққаннан кейінгі ентігу сезімі, әлсіздік, бас айналу, предобморочное состояние мазалайтын болса, дереу ЭКГ өтіп, консультация кардиолога қажет. Егер де ЭКГ өткен кезде фибрилляция предсердия немесе мерцательная аритмия диагнозы расталатын болса, міндетті түрде еміне көшу қажетсіз. Фибрилляция предсердия дегеніміз ол жүректің ырғақсыз, яғни ретсіз соғуы және минутына 150-ден жоғары жүрек соғысын айтамыз. Яғни ол қалай? Жаңағы фибрилляция предсердия кезінде қалыптыда алгоритммен соғу керек болған жүрек ол хаотично соғады, яғни патологиялық очагтар арқылы импульс беріледі де жүрек жыпылығы пайда болады. Сол кезде жүрек дұрыс емес соққан кезде қан айналымы дұрыс емес болып, яғни жүректе тромб пайда болады да, ол қан тамыр арқылы бас миына барып, тромб бас миына барса, онда инсультқа айналады. Сондықтан да егер сіз жүрек қағуын байқасаңыз, міндетті түрде ЭКГ өтіңіз.